Мен Қарлығаш балабақшасының логопедімін. Еңбек өтілімім 11 жыл, осы мекемеде 5 жыл. Мен бүгін сіздермен өзімнің жұмысында жүргізілетін әдіс тәсілдермен бөліскім келеді. Яғни бала денсаулығының бір бөлігі ол бала тілінің дамуы. Тіл арқылы бала жаңа өмірдің есігін ашып, әлемді таниды, және бірде-бірде адамдармен сөздік қарым-қатынасқа түсу мүмкіншілігі кеңейеді. Қазіргі таңда логопедтік зерттеулерге сүйенсек, тіл бұзылуының түрлері өкінішке орай өсіп келе жатыр. Технологиямыз дамып келе жатыр. 21 ғасырдың балаларын гаджеттермен ғаламторсыз елестету мүмкін емес секілді. Бірақ оларды ерте жастан және шамадан тыс қолдану бала тілінің дамуы мен оның ары қарай түзелуіне кедергі жасауы мүмкін. Және сонымен қатар, отбасы тәрбиесінде бала тілінің дамуында үйлесімділіктің болмауынан, бала мен ата-ана арасындағы сөздік қарым-қатынастың аз болуынан және бала денсаулықтарының әлсіз болып туылуынан, бала тілін дамытатын жеке мамандардың жеткіліксіздігінен болуы да мүмкін. Осыдан кейін туындайтын жалпы тіл бұзылуының бірінші деңгейі, жалпы тіл бұзылуының екінші деңгейі, дислалия, дизартрия, сенсомоторлы алалия тіл бұзылуының түрлері кездеседі. Қазіргі білім жаһандану жандану барысында адам баласы білім саласында рухани жаңғыруда. Сол себептен де біздің балабақшамызда бала тілінің дамуын дер кезінде анықтап, түзетуге арналған әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданады. Бірінші айта кететін болсақ, мен өз тәжірибемде ресейлік әріптесіміз, логопед-дефектолог Наталья Владимировна Пятибратованың әдіс тәсілдерін қолданамын. Және де балалармен логомассаж жүргіземін, және де дыбысты механикалық жолмен қою түрлерін жүргіземіз. Сонымен қатар, балаларға арналған біздің балабақшада компьютерлік коррекциялық түзету дамыту бағдарламасы бар. Логотренажер Дельфа 142-де бір модель құрылғысымен жұмыс істейміз. Сонымен қатар біз биыл карантин жағдайына байланысты біздің балабақшамызда алғаш рет тәжірибеден өткен онлайн диагностикасы мен коррекциялық жұмыстары. Енді осы әдістерге тоқтала кететін болсам. Мен өз тәжірибемде балалардың тіл бұзылуын түзетуде, дыбыстарды дұрыс айтуын қалыптастыруда, буыннан сөзден сөйлем тудыруда, сөздік қорын байыту мен байланыстырып сөйлеуін арттыруда Пятибратованың оқуға үйрету әдістерін қолданамын. Бұл әдіс арқылы балалар суретті өз қимыл қозғалысымен үйлестіре отырып, дыбыстың айтылуын анықтайды. Бұл әдіс өте тиімді, балаларға ұнайды. Дыбыстың айтылуын қимылмен келтіре отырып, балалар дыбысты жеңіл есте сақтайды. Балалар бұл әдісті үстел үстінде, кілемде, еркін ойында, қызығушылықпен орындайды. Және қызығушылықпен қайталай отырып, әрбір әріпті еріксіз есте сақтайды. Және сол балалар суретті көрген кезде, сол дыбыс, сол әріп автоматты түрде баланың есіне түседі. Бұл әдістің тиімділігін байқағаннан кейін, түзету жұмыс барысында бұл әдістің тиімділігін әрі қарай арттыру мақсатында қазақ тіліне бейімдедім. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай, қазақ тіліндегі дыбыстар, слайдты қоссаңыздар, қазақ тіліндегі тән дыбыстар, Қ дыбысы, Ғ дыбысы, Ң дыбысы. Бұнда бірінші суретте өздеріңіз қарап тұрғандай, Қ дыбысы қарғаның қаңқылы арқылы Қ дыбысын қою, және Ғ дыбысын қоюда ауыз шаю тәсілі арқылы қою, Ң дыбысын, яғни ыңғайлаған баланың дауысын келтіру арқылы Ң дыбысын қою. Келесі әдіс бұл қойылған дыбысты қандай да бір дыбыс болмасын, дыбыстарын қою болмасын, сол дыбыстың қасына дауысты дыбысты қоса отырып, яғни қойылған дыбысты буында бекіту әдісі. Келесі естиміз, көреміз, айтамыз. Бұл әдіс арқылы балалардың суреттермен буындарды сәйкестендіру қабілеті артады, буындарға бөліп оқуды және ойлауы, есте сақтауы, көре отырып қабылдауы дамиды.
Келесі әдіс өте тиімді. Бұл балаға қойылған қандай да бір дыбысты бала бір сөздің ішінде бірнеше рет қайталай отырып, бір сөзде бір дыбысты бірнеше рет бекітіп шығады. Келесі әдіс ол кейбіреулеріңізге таныста болуы мүмкін. Келесі слайдты қоссаңыздар, ол артикуляциялық аппараттардың бұлшықеттерін қатайтып, босаңсыту үшін балалармен жүргізілетін логомассаж. Бұл логомассаж барысында балалардың тіл және жақ бұлшықеттерінің тонустарының жиырылып босаңсуын және ауыздан бөлінетін сілекейді тыюға өте тиімді көмектеседі. Келесі әдіс ол балаларға дыбыс қою. Өздеріңіз білесіздер, дыбысты артикуляциялық жаттығулар арқылы қоюға болады. Немесе балалардағы бар дыбысты пайдалана отырып қоюға болады. Сонымен қатар дыбысты механикалық жолмен де қоюға болады. Өз тәжірибемде механикалық жолмен қоюда мен арнайы медициналық шпательді, немесе қарапайым мақталы таяқшаларды және логопедтік зондтарды пайдаланамын. Келесі компьютерлік түзету бағдарламалары, соның ішінде біздің балабақшамыздағы логотренажер Дельфа құрылғысы арқылы балалардың тыныс алуын және тыныс шығаруын, екпінді дұрыс алып, дауыс ырғағын реттейтін Дельфа құрылғысы. Балалар әріптерді бірнеше бөліктерден қиындардан құрастырады. Қатардағы әріпті табуға үйренеді, сөздерді, буындарды табады және буындап оқуға үйренеді. Байланыстырып сөйлеуін дамытады. Бала өзінің қиялына, өздеріңіз көріп отырғандай, өз қиялына байланысты сурет салады және сол суреті арқылы байланыстырып сөйлеуі артады. Әрбір орындалған компьютерлік жаттығудан кейін балалардың денсаулық сақтау шаралары бойынша көз жаттығулары жасалып отырады. Жалпы алғанда бұл бағдарлама баланың көруін, естуін, қайталауын, барлық таным процестерін дамытуға арналған құрал. Сіздер білесіздер, қазір технологияның дамыған заманда балалар компьютерлік ойындарға жақын келеді. Сол себептен мұндай жаттығуларды балалар қызығушылықпен орындайды. Дельфа логотренажермен тек қана мамандар емес, сонымен қатар біздің балабақшамыздың тәрбиешілері де өздерінің сабақтарын, тіл дамыту, сауат ашу сабақтарын шағын топтармен ұйымдастырып өткізіп отырады. Яғни бұл бағдарламаға балалардан ешқандай шектеу жоқ, бұл бағдарлама барлық балаларға арналған. Келесі ол онлайн форматтағы жұмыстар, баланы қашықтықтан онлайн форматта диагностикалық анықтау жұмыстарын жүргізу. Мұнда ата-аналар диагностика қорытындысымен сол сәтте танысады. Диагностикалық анықтау барысында әрбір ата-ана өз баласының қасында отырып, тілінің даму деңгейін анықтайды және де ары қарай қалай түзетудің жолдарын жайында кеңес алады мамандардан. Жүргізілген әдістер мен тәсілдердің нәтижесінде өз тәжірибемде баланың тіл бұзылуының түрлері аз уақыт ішінде түзеліп, оң нәтиже беруде. Қолданылған Пятибратова әдіс элементтері баланың игеруіне жеңіл және ойын түрінде жүзеге асырылады. Балалардың дыбыс айтуында, тыныс алуын жақсартуда компьютерлік түзету бағдарламаларының да көмегі зор. Артикуляциялық аппарат бұлшықеттерінің жиырылып босаңсуын қалыпқа келтіруде, әсіресе дизартрияны түзеуде логомассаждың тиімді тәсіл жоқ. Келесі, диагностикалық зерттеулерден кейін өзім байқағандай 111 баламен жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 72 балам түзеліп, логопедтік тізімнен шығарылды. Тиімді әдістермен белсенді жұмыстың арқасында бала тілін толыққанды дамытып, дыбыс айтуын түзетіп, байланыстырып сөйлеуін арттыру біздің балабақша логопед мамандарының нәтижелі жұмысының кепілі. Құрметті әріптестер, қазір сіздердің назарларыңызға сол қолданылған әдіс тәсілдерден бейне көрініс ұсынсам. Дәмелі, қазір мен саған суреттерді көрсетем, сен маған айтасың, жарай ма? Дәмелі, мынау қандай? Жақсы. Дәмелі, мынау қандай? Дәмелі, мынау қандай? Жақсы.
Демелі мынау қандай? Демелі мынау қандай? Ой, молодец. Демелі мынау қандай? Демелі мынау қандай? Мынау қандай дыбыс? Айтамыз қаны? Айтамыз. Мынау? Мынау? Демелі? Демелі мынау? Қатты айтамыз. Демелі? Мынау? Демелі мынау қандай? Дұрыс. Мынау қандай? Демелі мынау қандай? Мынау қандай Демелі? Демелі мынау қандай? Қара. Қандай? Қана айтамыз. Давай. Ша, шу, шу, ши, ше. Енді өзің айтамыз. Ша, шу, шу, ши, ше. Бір, екі, үш. Кеттік. Даны табыңдар. Да. Енді табамыз ру. Ру табамыз. Бастай беріңіз. Балалар, қазір сендер қандай дыбысты естисіңдер? Сол дыбысты мен айтамын. Сендер көздеріңмен көресіңдер, құлақтарыңмен естисіңдер. Мысалға де десем, бір тасты аласыңдар да, кімде де бар, соны орнына қоясыңдар. Түсіндіңдер ма? Жақсы. Кеттік. Де. Кімде бар? Жақсы. Та. Кімде бар? Қараңдар. Та. Дұрыс. Та бар ма? Та бар. Жақсы. Л. Кімде бар? Л. Кімде бар? Қараңдар. Дұрыс, сенде бар. Дұрыс. Так. Ду. Кімде бар? Ду. Кімде бар? Қараңдар. Сенде бар. Дұрыс қой. Қойға дұрыс. Так. Келесі. Ла. Кімде бар? Ла. Сенде бар ма? Қойға. Жақсы. Келесі. Со. Кімде бар? Со. Қараңдар. Со. Аяла қара. Со. Бар ма? Со. Се қайда жап? Се. Мынандай. Тамирис жап. Се жап. Дұрыс. Молодец, Айла. Давай, кет. Айла. Топырақ. Қандай сөз болды? Топырақ. Кеттік. Қар. Айтамыз. Не болды? Қарлығаш. Жақсы. Не болды? Орындық. Жақсы. Бал жеді. Аю қаны бал жеді? Қояды. Аю бал жеді. Аю ұйықтады. Аю ойнады. Дұрыс. Келе ғой, келтірді. Сурет салды, рисует. Мишка рисует. Аю сурет салды. Дұрыс. Кемелер. Дұрыс. Аю не істеді? Аю кітап оқыды. Жақсы. Аю не істеді? Ұйықтады. Аю ұйықтады. Аю бал жеді. Алып кет. Аю бал жеді. Бал. Аю доп ойнады. Алып кет. Назарларыңызға рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік.